Бәріне сәлем. Бүгін біз Қонаев қаласына жасаған кішігірім сапарыммен бөлісетін боламын. Бұл шілде айының 6-сы болатын. Таңертең ерте сағат 7-тен өте шығып кеткен болатынбыз үйден. Жолда суретке түстік осылай. Сағат уже 10-нан 20 кеткенде ма, 10:30-да ма уже біз Қапшағайға жетіп алдық. Тапчандарымызды сразу тауып, заттарымызды қойып, орналастық та сразу суға кеттік. Су деген жып-жылы топ-тынық болған. Кейін фотоға түстік, асықпай балалармен бірге ата-енем барлығымыз барған болатынбыз. Мұнда балам құмға күйіп жатыр. Сосын жолдасым екеуміз наедине шығып кеттік та өзімізше фото-видео түсірейік деп жолдасым мені әдемілеп неше түрлі видеоларға түсірді. Мұнда тасқа тіреп қойып өзімізше видео түсіріп. Үлкен кісілерді, қайнағамды бәрін видеоға түсіріп, жан-жағымызды түсіріп, күшті демалыс болды. Бірақ тамақ ішкен кездерімізді видеоға түсірмеппін, ұмытып кеттім. Сосын мынау бір блогердан көріп қалған осы ойынды ойнайықшы деп жолдасым миын жеп, сосын салфандарды тауып ішіне су толтырып екеуміз сулифа ойнап. Мен ұтылып қалдым. 3 рет маған тиді, 2 рет оған тиді жолдасыма. Сонымен қызықты күндеріміз күшті болып демалғанымыз өзімізге қатты ұнады. Балам суретке түсем деп құмда әбден ойнады. Сосын біз де суретке түстік, артынан неше түрлі фотолар болды. Кішкентайым да судан шықпаймын деп. Негізі жақсы демалыс болды. Жылына болмаса да осылай шығып тұрған жақсы екен. Бірақ біз қайтқан кезде кейін жолда бір жерде жаңбыр болды, бір жерде күн ашық болды. Сонымен біз кешкі сағат 5-6-ларда уже үйге келдік. 2 бала ұйықтады, өзіміз чешнада чай іштік. Осындай блогым ұнаған болса, пікір қалдырып лайк басыңыздар.